Армысыздар, еліміздің бас арнасында жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман. Шектеулер шеңберінен шыққан Иран қанатын кеңге сермеп тұр. Олар өз мұнайын Еуропаға экспорттауды бастап, аймақтағы ірі компаниялардың бірі Vitolмен келісімге келді. Осылайша Vitol Group Парсы елінің қара алтынын сатып алуда. Бұл туралы кәсіпорын президенті Ян Тейлор Bloombergке берген сұхбатында айтты. Ислам Республикасы Еуропадағы тұтынушыларға қара алтын саудалау мүмкіндігіне қаңтардың ортасында қол жеткізді. Ел билігі Еуроаймаққа экспортталатын шикізат мөлшерінде белгіленген болатын. Иранның мұнай министрі Бижан Зангенаның осыған қатысты сұхбаты да жарияланды. Шана басылымында ел Еуропаға бір күнде 300 мың баррель мұнай жеткізуді жоспарлап отырғаны жазылған. Ал қара алтын нарығында бағамдар әлі де құбылуда. Американың қор нарығындағы сауда нәтижесінде техастық жеңіл шикізат 5,24% арзандады. WTI-дің құны $28.18 шамасында саудалануда. Еуропалық брендтің де құнсыздануы байқалды. Естеріңізде болса, шикізаттың кешегі ең жоғарғы бағамы $33,5 тең болса, қазіргі уақытта $31 сәл асады. Халықаралық энергетика агенттігінің мұнай нарығына байланысты жаңа баяндамасында бағамның өсуіне қазір еш негіз жоқ делінген. Мұнайлық толған тұста баға құлдырайды деседі сарапшылар. Ал Германияда соқтығысқан пойыздардың қозғалысы жүру кестесіне сәйкес болмаған, осының салдарынан апатқа ұшырады. Бұл туралы Баварияның ішкі істер министрі Йохим Херман ресми мәлімдеді. Бірақ қатаң бекітілген тәртіппен жүрмеуіне не себеп болған әзірге белгісіз. Жүрдек пойыздардың кездесетін станциясы Колбер-Мурдет. Бұл апат болған Бад Айблингтен бірнеше шақырым жерде. Дегенмен Германияның көлік министрі қара жәшіктерді зерттегеннен кейін ғана толық мәлімет береміз деді. Олар табылып, зерттеуде басталып кетті. Министрдің айтуынша, темір жол бөлігінде орнатылған автоматты тежеуіш соқтығысуды едәуір жеңілдету керек еді. Ол кестеден ауытқып бір-біріне бет алған пойыздардың қозғалуына мүмкіндік бермеді. Естеріңізде болса, пойыздар сағатына 100 шақырым жылдамдықта соқтығысқан. Aufeinander geprallt sein. Екінші жүргізуші кабинасының түгі қалмаған, тағы екі адам із-түзсіз жоғалып кетті. Пойыздарда бұл апатты болдырмайтындай арнайы жүйе орнатылған, алайда оның неге іске қосылмағанын өзімізде білмей отырмыз. 3 қара жәшіктің екеуі табылды. Ондағы ақпаратты зерттеп шыққаннан кейін ғана апат себебі мен отарбалардың техникалық жағдайы жайлы айтуға болады. Италия астанасы Римде Еуроодақтың негізін қалаушы елдердің министрлері бас қосты. Кездесуге Германия, Франция, Бельгия, Нидерланд және Люксембург өкілдері келген. Жиын барысында мигранттар, Шенген аймағы және лаңкестік тақырыптары талқыланды. Сондай-ақ Еуроодақтың таралып кетуіне жол бермеу мәселесі де назарда болды. Жалпы соңғы бірнеше айдан бері одаққа мүше 28 мемлекет мигранттарға қатысты туындаған түйткілдің түйінін тарқата алмай келеді. Айта кетсек, 60 жыл бұрын дәл осы Римде Еуропалық экономикалық қауымдастық құру туралы келісімге қол қойылған болатын. Қазақстандағы көптілді білім беру жүйесі Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өкілдерінің қызығушылығын оятты. Мұндай тәжірибені еуропалықтар Голландия, Германия мен Швейцарияда енгізбекші. Себебі дәл осы елдер Еуроодақтағы көп ұлтты мемлекеттер болып саналады. Жоғарғы комиссарының аға кеңесшісі Дженнифер Крофт Қазақстанда өзге ұлт өкілдеріне 11-ші сыныпты бітіргенше өз тілінде сабақ беріледі. Ал Еуроп елдерінде мұндай үрдіс тек 3-ші сыныпқа дейін ғана жалғасатынын айтты. Олардың сөзінше, Қазақстанның бұл қадамы өз жемісін беріп отыр. Сондай-ақ Қазақстан Халқы Ассамблеясының өзге елдердің салт дәстүрін жалғастыруда Еуроодақ өкілдерін таң қалдырды. Бұл күндері елімізде 37 тілде бұқаралық ақпарат құралдары мен 6 ұлттың театры жұмыс істеуде. Кездесу біз үшін қызықты болды. Осы елге келген сайын Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдерімен жолығамыз. Олар біз үшін таптырмас серіктестер. Себебі ұлтаралық тұрақтылық пен достықты сақтап отыру маңызды құндылық. Мемлекеттік сатып алуға салғырт қараған мекеме басшылары қатаң жазаланады. Бұл туралы бүгін Алматы қаласы кәсіпкерлерінің екінші конференциясында айтылды. Елімізде отандық өнімді шығарумен айналысатын 3000-нан астам ірі кәсіпорын бар. Ал мемлекеттік сатып алуға 8 триллионнан астам қаражат бөлінеді. Енді ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен қала әкімдігі осы қаражаттың импорттық тауарларды сатып алуға кетпеуін қатаң қадағалайды. Ол үшін тіпті арнайы комиссия құрылып, мемлекеттік мекемелердің не сатып алып жатқанын, қайдан алып жатқанын бақылайды.
Жиында сондай-ақ кәсіпкерлер палатасының жүргізген мониторинг нәтижесі таныстырылды. Алматыдағы 3000-нан астам бизнес субъектісі қамтылған зерттеуде отандық өндірушілердің өнімдерін өткізуде, қаржы ресурстарына қол жеткізуде қиындықтар, әкімшілік кедергілер әлі де бар екені айтылды. Кәсіпкерлер палатасы мемлекеттік қызмет көрсетуді бақылап отыру үшін колл орталық ашуды ұсынды. Алматыда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 52 жоба жүзеге асыру жоспарланып отыр. Транспорттық логистикалық орталықтар құру, ол да ГЧП-ға кіру керек. Оған да жаңа мынау мемлекет тарапынан бір жерді бөліп, соған инфраструктурасын алып келетін болса, жеке кәсіпкерлер өздері сол жердегі тұрған складтарды, жаңа қоймалардың бәрін өздері салады деген сондай ұсыныс болды. Енді ойлаймыз, осы Алматы қаласында бұл жоба іске асырылады. Қарағанды облысына биылда қар қалың түсті. Демек, елді мекендерге қауіп бар. Апаттың алдын алмаса, ауылдарды өткен жылғыдай қызыл су шайып кетуі мүмкін. Төтенше жағдайларға байланысты арнайы құрылған комиссия отырысында осы жұмыстар жан-жақты пысықталды. Өткен жылы су тасқынынан ең көп зардап шеккен Бұқар Жырау ауданы болатын. Сондықтан комиссияның алғашқы отырысы осы өңірде өтті. Қазіргі күні аудан аумағында барлығы 73 су қоймасы болса, соның тек 33-і коммуналдық меншікте. Қалғаны қараусыз. Құтқарушылар қазірден бастап бұл дамбалардағы су деңгейін бақылауға алған. Нұра өзенінің арнасында қамыс пен талдан аршып жатыр. Су тасқынының алдын алу үшін аудан бюджетінен 32 миллион теңге бөлініпті. Енді бұл қаржыны мақсатты әрі уақытында игеріп, апатты болдырмау ең үлкен міндет деп тарасқан жиынға қатысқандар. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы табиғаттың тосын мінезінен 15 миллиард теңге шығын келген болатын. Год будет полноводным, многоводным, однозначно. Биылғы жылы су мол болады деп болжап отырмыз. Егер күн күрт ерсе, елді мекендерге қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан табиғи апатты болдырмау шараларын қатаң бақылауда ұстауымыз қажет. Тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Мал шығынына да жол бермеу қажет. Ақтөбе облысында қару операциясы басталған алғашқы аптада 69 қару тәркіленді. Жедел шараның мақсаты атыс қаруын, жарылғыш заттарды қолдану арқылы жасалатын қылмыстардың алдын алу және ескерту. Ақтөбеде 13 мың бірліктен астам қару тіркелген. Оның ішінде 9 мыңы тегіс оңғылы мылтықтар, 785-і газды, 16-сы пневматикалық қарулар. 8 мыңнан аса қару иесі тіркеуде тұр. Іс-шара барысында қару иелері тұрғылықты жері бойынша тексерілуде. Әрі олардың қаруды пайдалану, ұстау және сақтау талаптарының қаншалықты орындағаны жіті назарға алынды. Шараның алғашқы 10 күндігінде заң талаптарын бұзғандарға 600 мың теңгеге жуық айыппұл салынды. Бұл іс-шара ақпан айының соңына дейін жалғасады. Тұрғылықты жері бойынша 2103 қару иесі тексерілді. 107 азаматқа әкімшілік бұзушылық туралы хаттама толтырылды. 85 қару иесіне азаматтық және қызметтік қаруларды сатып алу, сондай-ақ сақтау, пайдалану немесе тасымалдау фактісін өрескел бұзған үшін айыппұл салынды. Қазіргі таңда 69 азаматтан қару жарағы тәркіленіп отыр. Семейде таңға жайып тыйым салғыш көпшілік назарына ұсынылды. Көне бұйым қаладағы Федор Михайлович Достоевский атындағы әдеби мемориалдық мұражайда сақталып келген. Мұнда қазір әлемге әйгілі қылмыс пен жаза романының 150 жылдығына байланысты көрме өтуде. Атақты жазушы 1854-1859 жылдары Семей қаласында өмір сүргені белгілі. Көрмеде 130-дан астам тарихи және әдеби жәдігерлер қойылған. Олардың ішіндегі тыйым салғыш көпшіліктің ықыласын өзіне ерекше аударды. Қолдан жасалған бұл туындының тарихы тереңде, тіпті ол жайында жазушы өз шығармаларында да тілге тиек еткен. Көрмеде суретшілердің суреттемелері қойылған романға байланысты. Көрмедегі ерекше экспонат тыйым салғышты айтуымызға болады. Бұл Алена Ивановнаның тыйым салғышы. Бұнда 19 ғасырдағы әрқандай тыйымдар салынған, күміс және алтын тыйымдар, және олардың диаметрі әрқандай болған. Футзалдан Сербияда өтіп жатқан Еуропа біріншілігінде сенсация тіркелді. Қазақстан құрамасы Италияны 5-2 есебімен ұтып жартылай финалға жолдама алды. Жарыс алдында біздің командадан мұндай қарымды ешкім күтпеген болатын. Какау бақтаған команда енді Испаниямен күш сынасады. Серік Жаманқұлов мергендер көшін бастағандар қатарында. 2-1-де елеулі оқиғаны Еуропа қазір майын тамызып тақырыптарына тұздық етуде. Қазақстан футзалшыларына сәттілік тілейміз.
Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Түскі жаңалықтарда қайта жүздескенше.